Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазір математика сабағынан 67-ші сабақтағы берілген тапсырмалардың шығарылу жолын түсіндіріп өтемін. Кітабымыздың 96-шы бетіндегі 4-ші тапсырмаға қараймыз. 4-ші тапсырма. Балалар, 4-ші тапсырмада былай дейді. 2 бригада бірдей 150 қап пияз жинады. 2 бригада 150 қап пияз жинады. 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500, бірінші бригада 4500 килограмм жинады. 4500 килограмм. Ал екінші бригада 3000 килограмм пияз жинады дейді. 3000 килограмм пияз жинады. Әр бригада қанша қаптан жинады? Қанша қап жәнегі пияздан жинағанын табуымыз керек. Қанша қаптан жинаған. Ол үшін балалар, ең бірінші, бұл жердегі жәнегі барлық жиналған 2 бригаданың жинаған пиязын бір-біріне қосамыз. 4500-ге 3000-ды қосамыз. Тең болады 7500 килограмм. Екеуі бірге жинағаны 7500 килограмм. Осы 7500 килограммды балалар 150-ге бөлеміз. Сонда бізге бір қапта қанша килограмм жәнегі пияз бар екені анықталады. 50 болады екен балалар. 50 килограмм. Олай болса, бір қапқа 50 килограммнан салынды. Енді бірінші бригада неше қап пияз жинаған білу үшін 4500 килограммды бөлеміз 50 килограммға. Сонда бізге неше қап жинағаны белгілі болады. Мына жерде 0 мен 0-ді қысқартып тастаймын. 45-тің ішінде 9, мына жерде 0. 90 қап. Бірінші бригада 90 қап жинаған екен. Ал екінші бригаданыкін табу үшін 3000-ды бөлеміз, 3000 килограммды бөлеміз 50 килограммға. Бұл бізде қазір екінші бригада неше қап пияз жинағанын анықтаймыз. Тең 60 болады. Бізге балалар жаңа тапсырманың басында берілген кезде айтылған болатын. 2 бригада 150 қап жинады деп. Міне балалар, бірінші бригада 90 қап, екінші бригада 60 қап. Екеуін бір-біріне қосқанда біздегі жәнегі 150 қабымыз шықты. Олай болатын болса, балалар, бірінші бригада 90 қап өнім жинады екен, ал екінші бригада 60 қап жәнегі пиязды жинады. Жауабына осылай жазасыңдар. Жақсы балалар, бұл 4-ші тапсырма бойынша. Балалар, кітабымыздағы осы 96-шы беттегі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде де есеп берілген. Қатынау саны 1/2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Енді балалар, бұл жерде екеуі бірдей 99 жәнегі тонна жүк тасымалдады. Екеуі бірге. Мына жерге бірге деп қоямын, бірге 99 тонна жүк тасымалдады. Енді бірінші жүк машинесі бір рет қатынағанда, біреуі жәнегі бір рет барған кезде бір жүк машинесі 4 тонна жүк, ал екінші жүк машинесі 5 тонна жүк тасымалдайды екен. Жүк машинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған дейді. Бұлардың жәнегі әрқайсысы қанша тоннадан тасымалдағанын табуымыз керек. Ол үшін балалар, біз 4-ге 5-ті қосамыз. Тең болады 9. 9 тонна бір барған кезде. Ал енді мына 99-ды бөлеміз 9 тоннаға. Тең 11 рет қатынаған екен. Енді бұлардың әрқайсысы қанша реттен жәнегі жүк апарғанын білу үшін, қанша тонна жүк апарғанын білу үшін, бірінші көліктің, яғни 4-ті көбейтеміз. 11-ге 4 тоннаны бізде 44 тонна шығады. Бұл бірінші көліктің апарған жүгі.
Ал екінші көліктікін табу үшін 5 тоннаны көбейтеміз 11-ге. Ол 11 рет қатынады. Екеуі 11 реттен қатынады. Барлығы 55 тонна. Олай болса, балалар, бірінші көлік 44 тонна, ал екінші көлік 55 тонна жүк тасымалдаған екен. Екеуі бірге 99 тонна жүкті апарды дейді. Бұл тапсырмада осылай шығарасыңдар жауабын. Бірінші көлік 44 тонна, екінші көлік 55 тонна жүк тасымалдады деп жазасыңдар. Келесі тапсырма, балалар, бұл 7-ші тапсырма. Бұлай дейді: Марат ағай қара өріктерді, ол 15 танасын Әлияға, қалған жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша қара өрік терді? Балалар, бұлай дейді: Марат аға 15 танасын Әлияға берді дейді. 15 тананы Әлияға берді. Қалғанның жартысын Айнаға берді дейді. Яғни қалғаны ол кісінің себетінде 10 қара өрік. 10 қара өрік қалғаны болатын болса, жәнегі 10-ды балалар біз 2-ге көбейтеміз. Себебі бір бөлігін себетінде қалды, енді бір бөлігін Айнаға берді. Сонда біз жәнегі себетте қалғанмен Айнаға бергенді табу үшін екеуін 10-ды 2-ге көбейтеміз. 10-ды 2-ге көбейтсек 20. 20-ға 15-ті Әлияға берген 15 қара өрікті қосамыз, сонда бізде 35 болады. Марат аға барлығы балалар 15 қара өрік терді деп жауабын жазасыңдар. 35 қара өрік. Кешіріңдер балалар. Қара өріктен 35 терді деп жазамыз. Келесі балалар 9-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді. Бұл енді бізге логикаға берілген тапсырма. Фермер 5 сиыр, бірнеше түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиыр, түйеқұс және қоян өсіреді. Балалар, бұл тапсырманы бізге орындау үшін жәнегі сиырда неше аяқ, түйеқұста неше аяқ, қоянда неше аяқ болатынын білуіміз керек. Фермер 5 сиыр дейді. Яғни 5 сиыр болса, сиырда 4 аяқ болады. Сиырда, яғни болады бізде 20 аяқ. Түйеқұста дейді. Түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең. Яғни түйеқұстың да аяғы балалар 20 деген сөз. Олай болса түйеқұс нешеу болады бізде? Түйеқұс балалар 10 болады екен, иә? Себеп түйеқұста 2 аяқ болады. 10-ды 2-ге көбейтсек 20 аяқ сиырдың аяқтарымен тең дейді. Келесі, түйеқұстардың аяғының саны тең және қояндардың аяғына қарағанда 4-еуі артық. Түйеқұстың аяғы қоянның аяғына қарағанда 4-еуі артық, ал қоянның аяғы түйеқұстың аяғынан 4-еуі кем деген сөз. Олай болса, қоянның аяғы балалар 16 аяқ. Енді неше қоян екенін табу үшін мына жерде бір қоянда 4 аяқ. 16-ны 4-ке бөлеміз. 4. Олай болатын болса, 4 қоян болған екен. Жәнегі фермердің 5 сиыры, 10 түйеқұсы, 4 қояны болды деп жауап бересіңдер. Балалар, келесі 10-ші тапсырмаға қараймыз. 10-ші тапсырма былай дейді. Бұл 97-ші бетте. Мынандай есеп берілген. Оқушы бірдей бағада барлығы 10 дана торкөз және жолды дәптер сатып алды. Торкөз дәптерге ол 150 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше торкөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Балалар, оқушы бірнеше торкөз дәптер және жолды дәптер сатып алған. Бірдей бағада барлығы 10 дана торкөз, барлығы 10 дана. Бізде неше дәптер екені белгісіз, бірақ жәнегі торкөз дәптер үшін 150 теңге төледі дейді. Ал жолды дәптерден неше алғаны белгісіз, бірақ жолды дәптер үшін 100 теңге төледі. 100 теңге төледі. Барлық алған дәптерінің саны балалар 10 дана екен.
Енді балалар, бізге жәнегі торкөз дәптерден нешеу, жолды дәптерден нешеу екенін табуымыз керек. Ол үшін 150-ге 100-ді қосамыз. Екі дәптердің бағаларын бір-біріне қосамыз. 150-ді 100-ге қосып, оны 10-ға бөлеміз. Сол кезде балалар бізге бір дәптердің бағасы шығады. Бір дәптердің бағасы. 250-ді 10-ға бөлсек, 25. Яғни балалар бір дәптер 25 теңге тұрады екен. Енді торкөз дәптерге 150 теңге төледі дейді. 150-ді 25-ке бөлетін болсақ, бізге неше дәптер сатып алғаны белгілі болады. 150-ді 25-ке бөлсек, балалар 6 дәптер. Олай болса, торкөзден жәнегі 6 дәптер сатып алған екен. Енді келесі жолды дәптерден нешеу сатып алғанын білу үшін 100-ді 25-ке бөлеміз. 4. Яғни балалар жолды дәптерден 4 дана сатып алған екен. Енді жауабын жазамыз. Бізден сұрап тұрған нәрсе балалар, жолды дәптерден нешеу алды және торкөз дәптерден неше дана алды дейді. Торкөз дәптерден 6 дана, жолды дәптерден 4 дана сатып алды деп жазамыз. Міне балалар, 6-ға 4-ті қоссақ, жәнегі барлығы 10 дәптер дегенбіз шықты.